Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен шетел тілдер педагогикалық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы Жұматаева Гүлзада Жетпісбайқызы. Бүгін өзін-өзі тану пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы табиғат әлемі деп аталады. Сабақтың мақсаты табиғат ұғымының адамгершілік құндылығы ретінде мазмұнын ашу, студенттердің табиғат әлеміне танымдық қызығушылығын арттыру. Сабақтың міндеттері табиғаттың адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру, табиғатқа қамқорлық жасай білу іскерліктерін дамыту, табиғат ғажаптарын тани білуге және онымен үйлесімді өмір сүруге тәрбиелеу. Құрметті студенттер, сабағымызды тыныштық сәтімен бастайық. Ол үшін сіздер еркін отырыңыздар. Көздеріңізді жұмып, елестетіңіздер. Біз барша тіршілікке жылуымен жарық шашқан күннің көзіне айналдық. Күннің көзі болып жарқыраған басымыз тек жақсылық ойлайды. Күннің жылуымен рахаттанған қолдарымыз тек жақсы істер жасайды. Жап-жарық сәуле шашқан аяқтарымыз тек дұрыс жолмен жүреді. Күннің жарығы аузымызға да кірді. Ол тек шындықты айтады. Ал құлағымыз жақсы сөздерді естиді. Маңдайымызға жеткен жарық сәулемен бірге ең сүйікті адамдарға, отбасына, әлемге, жануарларға, табиғатқа жылы сәулемізді сыйлап, іштей жақсы тілектер тілейік. Осындай тыныштықта сәл отыра тұрыңыздар. Енді жайлап көздеріңізді ашуға болады. Тыныштық сәтінен кейін сіздердің ойларыңыз бір арнаға тоғысты деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге мынадай сұрақтарды қойғым келіп тұр. Табиғат ұғымын қалай түсінесіз? Табиғат аясында ненің үнін, қандай дыбыстарды естуге болады? Табиғат әлемі дегеніміз не? Сұрақтарға жауап берсеңіздер, енді табиғат ұғымы туралы ойымызды жинақтайық. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат адамның еңбегінсіз адам игілігі үшін жаралған жаратылысының сыйы. Адам табиғаттың патшасы деген ұғым бар. Сондықтан табиғат адам үшін асыл ана. Табиғат адамзаттың қайнар көзі. Табиғат өмірімізге қажетті рухани байлық. Табиғат айналамызды қоршап тұрған ізгілікті әлем. Табиғат адам тәрбиешісі. Енді сіздерге Ақышевтың табиғаттың бөлшегі деген әңгімесін оқып берейін. Ертеде бір Данияр деген бала болыпты. Ол қалалы жерде өскеннен бе аурушаң болыпты. Жиі ауруханаға жататын болған екен. Бала болған соң осылай науқастану керек шығар деп ойлайды. Сөйтіп дәріге үйір болыпты. Данияр өмірге келгелі көргені әдемі биік үйлер, жарқылдаған жарықтар, асфальт төселген көшелер, ағылған машиналар екен. Бір күні солардың арасынан жасыл желекті ағаштар мен әдемі гүлдерді көзі шалып қалады. Ол анасынан: "Апа, ана нәрселер не?" деп сұрайды. "Олар ағаштар мен гүлдер, табиғаттың бөлшегі" дейді. "Өздері сондай әдемі, ал онда табиғатта әдемі ме?" Табиғат деген дүниедегі ең сұлу нәрсе. Сонда оның бөлшегі де сұлу болады ғой. Табиғаттың өзі қайда? Табиғат па? Анасы ойланып, ол қала сыртында. Біздің тұрған жеріміз табиғаттың бұрынғы орны. Адамдар үй салып, ығыстырған. Түсіндім. Қала болған жерде
табиғат болмайды екен ғой. Дұрыс, қалада тек табиғаттың бөлшегі ғана орналасқан. Бөлшегінің өзі қандай әдемі, ал табиғат тұтас өзі қандай болады екен? Көргім келеді, апа. Анасы баласын қала сыртына алып шығады. Жазық даланы, тау төбені, сайды аралап, жалаң аяқ өзен кешіп өтеді. Алақай, Данияр шаттанып айқайлап. Табиғат неткен тамаша, айнала қандай кең. Мұндай ауаны өмір жұтқан емеспін. Бұрын неге табиғатқа шығармағансыңдар, анашым? Балам-ау, оған уақыт болды ма? Ылғи ауруханада болдың ғой. Сонымен, Данияр қолы босаса, табиғатқа шығып серуендейді. Тауға шығып, ауа жұтып, тоғайға жүгіретін. Осылай ауруынан да жазыла бастайды. Дәрі ішуді қояды. Ауруханаға жатпайтын болды. Апа, білесің бе? Табиғаттың бөлшегі гүл мен ағаш емес екен. Иә, су, ауа демекшісің ғой, дейді апасы. Әрине, оларға дауым жоқ. Сонымен бірге, табиғаттың бөлшегі мына мен екенмін. Өйткені қала сыртына шықсам болғаны, өзімді еркін сезінемін, деп айқайлап жүгіре жөнелді. Енді сіздерді еліміздің 7 ғажайып жерін тамашалауға шақырамын. Қазақстанның көрікті жері дегенде, ең бірінші Көкшетаудағы Бурабай шатқалы еске келеді. Одан басқа, еліміздің ұлан-асыр шекарасына табиғат сыйлаған ғажайып орындар жетерлік екенін білесіздер ме? Біз бүгін тек жетеуіне ғана тоқталып өтеміз. Қарқаралы таулары қазақ майда шоқырларының шығыс бөлігіндегі тау массиві. Олардың биіктігі 1403 метрге дейін жетеді. Тау беткейлерінде қарағайлы ормандар кездеседі. Алайда, бұл орынның басты ерекшелігі мұнда мұз дәуірінен қалған өсімдіктердің жұрнағын, сирек кездесетін және жоғалып бітіп бара жатқан өсімдіктерді кездестіруге болады. Шатқал үлкен аумақты алып жатыр. Бұл мекен әлі көпшілікке танымал емес, әрі саяхатшылардың келуіне қиын. Мұнда табиғат ақбор түсті керемет ландшафт жасап шығарыпты. Бағзы замандарда көп ғасыр бұрын бұл үстірттің орнында теңіз болған. Топырақты қазып жіберсеңіз, теңіз жәндіктерінің тас болып қатқан қалдықтарын, акулалар мен теңіз түбін мекендеген өзге де мақұлықтардың сүйегі мен тісін тауып аласыз. Табан қарағай үстіртін аспан астындағы пейіш деп жиі атайды. Алматы облысының тура орталығында орналасқанымен, ол саяхатшылар үшін толық зерттелмеген, әрі жету де оңай емес жер болып келеді. Алайда, осында жете алған табанды фотосуретшілерге берер бұл мекеннің сыйы бар. Мұндағы пейзаждарда бүкіл Қазақстанның бар пейзажы тоғысқан. Қызық пішінді жартастар да, асқақ таулар да, алуан түрлі гүл өсімдіктер мен көмкерілген алқаптар да бар. Бұлт торлаған аспан астында үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр, отар-отар қой жайылып жүреді. Язевое көлін Алтайдың Қазақстан жақтағы бөлігінің Меккесі деп атауға болады. Ол теңіз деңгейінен 1685 метр биіктікте, қатын мұздығының бір тармағы өтетін қатпарда орналасқан. Ұзындығы 3 шақырым, ені 800 метр, тереңдігі 10 метр. Судың түсі сарғыш жасыл, мөлдірлігі 4,2 метр. Бозжыра үстірттің шеткі шыңдарының бір бөлігі. Мұнда табиғат қиялына ерік беріп, ақ түсті ерекше ландшафт жасап шығарған. Бозжыраның басты ерекшелігі пішініне қарап, азуат алып кеткен 2 әктас шың. Олардың түбінен ұшына дейінгі биіктігі 200 метрден асады. Аздаған адам ғана білетін соқпақ жол саяхатшыны тар алаңқайға алып шығады.
ол жерде бозжыра қамалдар алқабының айрықша көріністері ашылады. Алтын емел атауы моңғол тілінен шығады және алтын ер дегенді білдіреді. Бір аңыздар бойынша 1219 жылы Шыңғыс ханның әскері орталық Азияны жаулап алуға аттанып, осы алқапты кесіп өтіп бара жатқанда, күн батып бара жатқан шақта сарғайған шөп жамылған тауларды көріп, ұлы қолбасшы алтын ер деген екен. Алтын емел асуы шын мәнінде сырттай қарағанда ер тоқымға ұқсайды. Алтын емелдің бір көркі Іле өзенінің түбінен жел ұшырып келген құмнан түзілген әнші шағылдар. Құм түйірлерінің бір-біріне үйкелгендегі дыбыс. Бектауата тау сілемдері, солтүстік Балқаш маңы оазисі. Балқаш қаласынан солтүстікке қарай 70 шақырымда орналасқан. Теңіз деңгейінен 800 метр биіктікке асады. Сол үшін оны Балқаш маңы шамшырағы деп те атайды. Бектауата шатқалында 100-деген өсімдік түрі өседі. Олардың 45-і сирек кездеседі, ал 8-і қызыл кітапқа енгізілген. Бейне көріністі тамашалап болсаңыздар, қандай әсер алдыңыздар? Қазақстанның табиғаты қандай екен? Дұрыс айтасыздар. Қазақстанның жері өте үлкен, кең байтақ. Жерінде тау да, жаздық та, ойпат та кездеседі. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Өсімдікке де өте бай. Орманды жерлерінде ағаштың әр түрі, бұталар мен шөптер өседі. Далалы жерлерінде шөптекті өсімдіктер жайқалады. Көктемде гүлдер, далада кілемдей құлпырады. Жануарларға да өте бай. Табиғат ұғымына анықтама берілді. Еліміздің керемет табиғатынан бейне көріністер көрсетілді. Табиғаттың бөлшегі не екенін ұқтық. Осының барлығын түсінген болсаңыздар, енді мен сіздерге өзіндік жұмыс беремін. Табиғат адамзатқа аманат тақырыбында эссе жазыңыздар. Ал құрметті студенттер, сіздерге сәттілік. Адам табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, үйлесімділік сақтағанда адамзат баласы үшін табиғат кең сарай, мәңгі тозбас құтты қоныс болады. Жер бетіндегі барлық тіршілік атаулы табиғат анаға қарыздар. Сондықтан да табиғатқа
немқұрайлы қарау, онымен санаспау, ана сүтін ақтамағанмен пара-пар. Адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті болумен бірге, ең ұлы қамқоршысы да екенін ешқашан естен шығармауымыз керек. Бүгінгі сабақта табиғат ұғымына түсінік берілді. Қазақстанның 7 ғажайып жері туралы ақпарат көрсетілді. Табиғаттың бөлшегі ұғымы түсіндірілді. Үй тапсырмасы. Табиғаттың жақсаруына адамдар қандай көмек көрсете алады? Өз ойыңызды жазыңыз. Табиғат көріністері. Суреттер жиынтығынан қағаздардан табиғат бейнесін құрастырыңыз. Туған жердің табиғаты тақырыбында өлең шығарыңыз. Сіздер үй тапсырмасын төменде көрсетілген мекен-жайларға жіберуіңізді сұраймын. Үй тапсырмасы бойынша, бүгінгі сабақ бойынша мен сіздерге көмекші ресурстарды ұсынып отырмын. Қажет ақпараттарды осы жерлерден алсаңыздар болады. Құрметті студенттер, табиғат әлемі тақырыбында бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады ма? Көңіл күйлеріңіз қандай болды? Бүгінгі сабақтан алған әсеріңіз қандай болды? Төменде көрсетілген смайликтерді таңдау арқылы өз әсерлеріңізді білдірулеріңізді сұраймын. Өте жақсы ма? Жақсы, бір қалыпты, онша емес, жаман. Мен ойлаймын, онша емес, жаман деген сіздерде әсер болмады деген ойдамын. Құрметті студенттер, бүгінгі табиғат әлеміндегі тақырыбымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Табиғатымызды аялап, баптап